Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айдана, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай жемістерден смузи жасайтын боламыз. Бізге керекті банан, 2 алма, алмұрт және де сүт, блендер қажет болады. Сүттің орнына айран қолдансаңыздар болады. Дәл видеодағыдай бірінші бананымыздың қабығын ашып аламыз. Одан кейін алмұрттың қабығын ашып аламыз. Жақсылап жұқа ағып. Алмұрттың қабығын ашқаннан кейін келесі алманың қабығын ашып аламыз. Мінекей барлығын жақсылап тазалап алдық. Келесі тақтайға бананымызды дәл видеодағыдай тұрап алатын боламыз. Мінекей көрсетіп тұрғандай. Келесі одан кейін алмұрттың дәл ортасынан бөліп, екіге бөліп, ортасындағы ұрығын алып тастаймыз пышақтың көмегімен. Алмұртымызды тазалағаннан кейін дәл видеодағыдай 4 бұрыштап ұсақтап тұрап алатын боламыз. Келесі алмамызды дәл алмұрттың сияқты ұрығын алып тастаймыз, дәл ортасындағы ұрығын. Бұл ұрық блендердің тісіне кедергі келтіреді. Сол себепті мен алып тастаймын. Ұрығынан алып тастағаннан кейін ұсақтап 4 бұрышты қылып тұрап аламыз. Барлығын жақсылап тұрап болғаннан кейін блендерға саламыз. Кезек-кезегімен бірінші банан, алмұрт, алмаларымызды саламыз. Келесі сүтімізді 300-350 мл-дай жартысын ғана қолданамыз. Жартысын келесі айландырып болғаннан кейін тағы да құйып жататын боламыз. Мінекей жеміс-жидектерімізді жақсылап езілгенше айландырып аламыз 1-2 минуттай. 1-2 минуттан кейін крышкасын ашып, қалған сүтімізді құйып, жақсылап 1 минуттай айландырып аламыз блендердің көмегімен. 1-2 минуттан кейін айналдырғаннан кейін мінекей смузиміз толығымен дайын. Балапандарыңызға стаканға құйып берсеңіздер өте дәмді әрі тәтті, және де жиі-жиі жасап беруге ұсыныс жасайтын болады. Және де бұған қант та ештеңе қосылмайды. Өзінің табиғи өнімі әрі тәтті, әрі пайдалы. Және де менің каналыма кіріп тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Поделиться батырмасын басып достарыңызға жіберіңіздер. Назарларыңызға рахмет.